Армысыздар, құрметті ағайындар. Міне иммунитет түскен кезде иммунитетті қалай көтереміз? Ол үшін бүйтеміз. Мына сияқты итмұрын аламыз, орысша аты шиповник және көк бояу аламыз. Орысша аты барбарис. Мына итмұрыннан бір қасық аламыз, үлкен столовый ложка дейміз. Вот, міне. Бір қасық аламыз да, осындай термос, міне, литровый термос. Соған саламыз. Одан кейін міне көк бояудан аламыз. Барбарисін аламыз. Одан бір қасық саламыз да, кәдімгі кипяток. Суды қайнатып аламыз да, кипяток құямыз дегенде. Осыны алып, кешке жақын өсіп құйып жасап қоямыз да, түнімен тұрады. Таңертеңгісін тұрған кезде осы 1 литр термосты атып барды. Кешке дейін соны ішіп бітіру керек. Оны жалпы лечениясы 21 күн. Бұлай чай есебінде іше беруге болады. Чөл дегенде іше беруге болады. Ол ешқандай зияны жоқ. Тек қана организмге пайдасы өте зор. Бауырды тазалайды, бүйректі тазалайды. Міне қанды тазалайды. Қанда бляшка болса, майлығы болса, холестерин болса, бәрін кетіреді. Қан таза болса, міне жүректі жақсы жұмыс істейді, циркуляция жақсы болады қанның. Бауырды бітелмей фильтрде таза болады, бүйректе таза болады фильтр. Одан таза болса, бүкіл ішқұрылыс таза болды деген сөз. Адам баласы ұзақ болу үшін жасы қан таза болу керек, және ішқұрылыс таза болу керек. Осы тәсілді сіздер алып пайдаланыңыздар. Міне итмұрын, шиповник, міне көк бояу барбарис. Осыны алып, кәне бақтырып, ыстық су құйып, соны ішіп пайдаланыңыздар. Халқым сіздерге ем болсын, ауырмаңыздар, жастарыңыз ұзақ болсын. Аман есен болыңыздар.